Ассалаумағалейкум достар. Сабағымызды жалғастырамыз. 22-ші сабақ тұнықтық, яғни прозрачность орысша аударғанда. Сол туралы өтетін боламыз. Міне мен жасаған заттарымды қойып қойдым. Осыны жасап көрейік қысқаша. Жұмысты бастар алдында бізде жоғары жақта панельде міне привязать к деген бар. Осыны басамыз да страница, объект, направляющий дегендерді галочка қойып шығамыз. Осы үшеуіне жетеді. Келесі. Енді біз бір төртбұрышты алайық та міне осыған түс берейік. Мышканы сол жағымен басасыздар, білесіздер. Және былай қарай түс аударайық, яғни заливка жасайық. Шелекті аламыз, интерактивный заливканы басып тұрып тартамыз диагоналды бойынша. Сызықтың бойына болмаса мына нүктеге осы жерге түс қоямыз. Енді бастайық. Мына гүлді салып шығу үшін бізге жақындатайық. Мына шеңберді алдым, болмаса шеңберді алсаңыздар. Міне сосын бар түс беріп алайық, ақ түсті. Центровать етейік, shift арқылы белгіледім, C әрпін бастым. Енді Ctrl-Q арқылы кривойға айналдырам. Осының барлығы алдыңғы сабақ өткен сабақтардың барлығында бар. Және мына форма деген инструмент аламыз, болмаса жаңа объектіні екі рет бассаңыздар, өзі форма деген инструмент бірден қолданасыз. Сол нүктесінен бірінші төменгі нүктеден басып тұрып тартасыздар. Осындай болды. Енді қараңыздар. Бірінші осыны кішірейтейік кішкене. Shift басып тұрып кішірейттім жан-жағынан басқанда. Енді бұған перетекание, заливка берейік. Мына шелекті қайтадан аламыз да, бұлай қарай гүлдің бойына сурет қойып шығайық. Мына түсті алайық мына жақта ақ болып қала берсін. Тағы бір басқан кезде мышкамен мына жерде нүктесі шығады центр. Осы центрді мына жаққа қояйық, ең төмен жағына, және айналдырып шығамыз. Ctrl-ды басып тұрамыз да, айналдырамыз. Бір рет бастыңыздар, Ctrl-ды басып, және Ctrl-ды басып отырсаңыздар дублирует етіп тұрады, яғни міне бірде ара қашықтықта. Көріп отырсыздар ғой, гүл пайда болды. Бұл өткен алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Енді осындай гүлдердің несін кішірейтейік. Shift-ті басып тұрып кішірейттім, міне ақ түске бояйын. Және енді мына бағанағы өткен инструмент прозрачность, яғни тұнықтық дегенді аламын. Мына жерде басып тұрсаңыздар, мына көлеңке дегеннің астында тұрады, жеке міне 19-ші версияда. Ал егер алдыңғы версияларда болса, ол мына тень, көлеңке, контур дегендердің ішінде тұрады. Осыны басасыздар да, сызықтың бойына басып тұрып тартасыздар. Сол кезде мынандай бағыттаған жағына қарай жоғалады, төменгі жағына қарай қанық болады. Осы жерден бір рет бассаңыздар, процент арқылы бұнда тұнықтығын өзгертіп тұруға болады. Міне бұған да бағанағындай түс берейік, заливкамен басып тұрып, міне былай қарай сары түс берейік. Міне шеңбердің бойына қояйық, үлкейтейік кішкене. Тағы бір басқан кезде нүктені мынаның центрына қояйық енді. Сол кезде былай шығып тұрады. Мына жақтағы тағы бір бассаңыз қанықтығын өзгертіп болады, міне кішкене көрінетіндей қылып. Енді осыны бағана айтқандай Ctrl-ды басып тұрып тартсаңыздар, көшіріп тұратын болады. Міне Ctrl-ды басып отырмыз. Енді барлығын топтастырайық, біріктірейік. Shift-мен басып тұрып бәрін белгілеп шығам. Осыны міне топтастырдым. Міне мынауы бөлек, мына шетке қойдым. Мынаны мен былай алып топтастырып тастаймын. Мына белгілеймді, екінші гүлді белгілеймін. Shift арқылы, Shift-ті басып тұрып мышкамен басам, C әрпін басам, міне. Енді мына бетіне шығару үшін Shift page down басамын. Ол барлығы алдыңғы сабақта өткен болатын. Енді көріп отырсыздар ғой, міне мына жерде де гүлді қанықтық беріп шыға болады, бағана айтқандай. Міне көріп отырсыздар ма? Мынаны тағы басайық, мынаны белгілейік. Ctrl-ды басып тұрып таңдап отырмын мен, өйткені бұл топтасып тұр. Міне Ctrl-ды басып тұрып белгілесеңіздер, жеке-жеке белгілеп береді. Міне көріп отырсыздар ғой, әдемі гүл болды. Бұл осыны гүлге байланысты сабақ. Міне мына барлығын біріктірейік, белгілейік та, топтастыратын басайық. Бұны кішірейтіп барып, копировать етіп қойсаңыздар, кішкентай гүл шығады. Мына жақ қойып болады. Енді мына текстке байланысты, яғни мәтінге байланысты. Дәл осы фонды алайық, көшіріп, мышкамен басып тұрып оң жағын тартып жібереміз. Жазайық текстті кино деп. Caps Lock басайын, кино деп. Басқа регистрмен жазайық, жоғарғы әріппен. Таңдайық текстті. Шрифтті таңдайық, шрифтті. Міне мен таңдадым, shift белгіледім, ақ түс боядым.
Енді осының біз ана глянцевый эффект беру үшін біз астына отражениясын, яғни оның астына қарай өткен белгілеуіміз керек. Мына мен белгілеп тұрамын да, текстін жоғары жақтағынан басам, жоғары жақтағысын нүктеден басып төмен қарай тартсаңыздар, ол қарама қарсы қарай көшіреді. Және мышканы басып тұрып, оң жағын басып жіберсеңіздер көшіреді. Енді бағана әдіс бойынша мына тұнықтық басқан кезде бір рет басасыздар да, сызық мына астыңға текст белгілен болса, контролды басып тұрып төмен тартасыздар. Міне көрдіңіздер ғой, бағыттағанға қарай, бағытына қарай ол жоғалады. Енді мына жақта мына жоғары жағында азайтайық, кішкене 50%-дан жоғары қарай. Осындай болып жасау болады. Бұл барлығы қана жаңағы прозрачностьқа кірген кезде міне 4 түр бар ғой, алдындағы заливка сияқты. Соның біріншісі линейный деп аталады. Осы линейный деп отырмыз бағанадан бері. Осын енді топтастырып қоюға болады. Сгруппировать етіп, Ctrl-G әрпін басып, Shift басып, C әрпін басып, топтастырады, центровать етеді. Енді мына жақта біз горизонт салайық. Мынаны басып тұрып тарта салуымызға болады. Мына мышкамен басып, контурын алып тастайық, мышканың оң жағымен мынаны белгілейік. Кино дегенде Shift Page Up басамыз, бетіне шығару деп аталады. Енді мына жерде бізде бағанағы заливка бар ғой, сол заливканы алып, бағытын өзгертейік. Шәл көтерейік. Мұны астындағы бағытында өзгертуге болады. Бұны астындағысын радиальный қылып тастайық. Қалай болады екен? 90 градусқа келтірейік. Мынаны тартайық. Міне. Қарап отырсаңыздар, мына астындағы бағанағы прозрачностьті тағы да үлкейтуге болады. Ой, бірігіп кетті. Ctrl арқылы жеке белгілейміз. Артқа басамыз. Міне. Және астындағысын үстінде қарағанда әрқашан қысқа болып көрінеді. Естеріңізде болсын, пропорциясы сол. Мына текстімізді Ctrl арқылы белгіледік қой. Біз неге деп айтсаңыздар, өйткені топтасып тұр. Қайтадан разгруппировать етіп, мынаған түс берейік. Заливканы басайық, төмен қарай. Сұр түспен бояйын. Міне. Жоғары қарай ақ болсын. Ортасына қарай, міне. Жоғары қарай тағы да бір серый цвет берейін. Міне. Төмен қарай кішкене металл сияқты болып көрініп қалды, е. Қысқаша осы міне. Бұл жаңағы линейный, яғни бір сызықты бір бағытқа қарай тұнықтық қылатын құрал, инструмент. Енді мына қыздың жасағанды алайық. Мынау негізінде бұлай фон болып келеді. Мысалы, бір осында растрлы сурет келген болса, мен мына қыздың қолынан бір шар салғым келетін болса, білесіздер, шар салу үшін шеңбер таңдайсыздар да, контурлы басып тұрып тартасыздар, міне. Енді осыған түс берейік. Сәл-пәл жеткізбейік, міне, ауада тұрғандай. Ақ түс береміз, міне, контурын алып тастаймыз. Енді бағанағы линейный, яғни бір бағытта сызықты аламыз да, тұнықтықты аламыз да, прозрачностьті. Сол бізде мына жерде линейныйдегі фронтальный дейді, осыны таңдайсыз ғой, міне, таңдаған кезде бір бағытта. Соның ішінде 4 түрі бар. Мына бағанағы линейный деп аталатын, фонтанный. Екіншісі радиальный, осыны таңдаймыз, міне. Көріп отырсыздар ма? Мына жақта бағана көрінбей қалса, төменгі жағы оны тағы да көрсетіп жібере аласыздар. Сәл кішірейтесіздер. Міне. Мына сызықтың бойына 2 рет бассаңыздар, тағы да осыны тұнықтық жасауға болады. Көріп отырсыздар ма? Шар болып көрінді ма? Иә. Енді мына біздің алған жасаған заттарымызды осы жерге салып көрейік. Мысалы, кино деген жазуды топтастырайық, сгруппировать етейік, Ctrl-G мен қайтадан. Мына жаққа алып келіп көшіреміз. Кино, және мына бір гүлді алып топтастыруға мында қояйық. Сәл кішірейтейік, мындай қояйық. Кішігірім бір постер шығып келе жатыр. Мына жаққа мындай қойып қояйын. Көріп отырсыздар ма? Міне. Қысқаша сабақ осы, тұнықтық, яғни орысша прозрачность туралы осы. Міне, міндетті түрде өздеріңіздер қайталап көріңіздер. Мына тұнықтықты басқан кезде бізде екіншісін басасыздар. Фонтанный дейді. Сол кезде осы эффекттер шығады. Егерде мына текст алайық тағы да. Мына копировать етіп алайын. Осыны ақ түспен болайық. Осыны енді мен қанық, жаңа прозрачный қылым келеді. Сызық бойынша емес, полный. Сол кезде біз екіншісін емес, мына линейді таңдадық қой. Мына осында линейді болып тұр бізде. Бұлай жасалынады, бұлай жасалады, міне. Осындайдың жанында көшіріп көрсетейін, мына жаңа радиальный болса,
енді тұнықтықтың однородный, яғни біркелкі прозрачность болуы. Міне көріп отырсыздар ма? Осыны копировать етіп үстіне қойып көрсеңіздер мынандай эффект шығады. Оған да неше түрлі түс беруге болады, фантазировать ете беруге болады. Мынаған кішкене мынандай қояйық. Пейджаппен шығарайық бетіне. Міне көріп отырсыздар ғой? Яғни бұл однородный, біркелкі заливка деп аталады. Қазір біркелкінің заливкасын алып тастайық. Міне мынау ол текстурный, мұнан барлығы керек емес, бізге ең керектісі осы біркелкі және бір текті деген, бір сызықтың бойымен деген. Міне радиальный, мына конусообразный дейді. Қарап өзіңіз бағыттарыңызға қарай. Міне аны бүйтіп үлкейтіп отырасыздар, кішірейтіп отырасыздар. Көріп отырсыздар ғой? Мынау жаңағы төртбұрышты, яғни бір төртбұрышты зат болса, соның бойымен тұнықтық қылып беру. Ең керекті инструменттердің бірі осы екеу тұнықтықтың ішінде. Біреуісі сызықтың бойымен, екіншісі біркелкі. Қысқаша сабақ осы. Ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліп отырыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Жақсы, сау болыңыздар.